концерт жасайсың. Көгілдір көлден не пайда, жағасы жайсыз жар болса, суы ащы балығы аз, жиегі таяз тар болса. Көк аспаннан не пайда, көгінде күн күлмесе, қыздар жиған мақтадай, ақша бұлттар жүрмесе, биік таудан не пайда, шыңында аққар жатпаса, сылдырап аққан тау суын сүйсініп балдай татпаса. Жайқалған баудан не пайда, жемісін жазда татпаса, шаршап бір келіп жұмыстан саясында жатпаса. Жарық күннен не пайда, үйіңде таңың атпаса, бұл өмірде қызық не, бозығың шулап жатпаса. Байлықтан жиған не пайда, артында ұрпақ қалмаса, түнде ұйқыңды бөлгізген сәбидің қолын талмаса. Ер жігіттен не пайда, қолына қару алмаса, келін жарым туғаным дұшпаннан сақтап қалмаса. Аталы-ұлыдан не пайда, баталы сөзді ұқпаса, арақ ішіп мас болып, үлкенді үлгі тұтпаса. Бір туғаннан не пайда, бірлігі оның болмаса, ыстыққа бірге жылынып, суыққа бірге тоңбаса. Ағайыннан не пайда, көре алмай сені күн десе, фәнидің жалған екенін тірлікте ойлап білмесе. Сансыз достан не пайда, жаныңды сенің сезбе
халқыңа қызмет етпесең. Асқар Таулы ұлдарыңыз бен Асланбек ұлдарыңыздың, сонымен қатар Серік есімді өздеріңіздің жерлес әншілеріңіздің біз достар болып келеміз. Қазақта айтқан екен, ақыл көпті дау алмаса досы көпті жау алмайды деп, осы мақсатпен келіп қалған жағдайымыз бар. Ендеше осы өнерлі жас жігіттерге жалынды шабыт пен жақсы тілекке сөз кезеген, бас сөз кезеген ауыл әкімі Қожанов Орынбасар ағамызға келеміз. Бұл қолды шапалақ қошеметпен ортаңызға. Құрметті ауылдастар, бүгін ауылымызға әріліктер айтып кеткен өзіміздің жерлестеріміз, өнерде жолым болғай деп өрге ұмтылған жастарымыз өзінің өнерін көрсетуге елім деп жерім деп келіп жатыр екен. Қош келіп жатсыздар. Өнерде еңбектеріңіз жемісті бола беруіне тілектеспіз. Ағайында жолдарыңыз болсын. Осы сахнаны пайдаланып сіздерге мен аз ғана тілек айтқым келеді. Бұл залға қарап әрине көңіліңіз ортаяды. Залдың әр жерде отырған қалқандай жастарымыз, ортасы ойылған отырғыштар болмаса, басқасы бәрі жақсы сияқты. Осы трибунаға шыққан сайын мен айтатынмын. Осы мәдениет үйіміз қанша шығынмен мемлекетке келіп тұрса да, онда қанша адам ұстап, қанша 10 жыл ғасырында жөндеуге шығындалып жатқанмен, осындай өнер кенішімен, халықтың өнерімен соңышы толып, ән әуелеп тұрса деп тілейміз, бірақ соған біздің халқымыздың қатысуы өте нашар. Бұл біздің мәдениетіміздің кейін қалғаны. Осындай ұлдарымызды, өнерлі азаматтарымыз бен қыздарымызды қолпаштап, осындай қызыққа келмегенде қайда келеміз? Мынау залда отырған өрімдей жастар, бәріңізге де айтарым, осындай қызық қуаныш болады дегенде, үйдегі үлкен кәрі жасыңызға дейін соларды да тек өзіңіз жүгірмей бірге сүйіп ала келсеңіздер деп тілер едім. Сонымен бірге айтарым жастарға көп-көп рахмат. Осындай саяси науқан уақытында өз тілектерімен, өз жүректерімен елім деп, жерім деп келгендер үшін тағы да рахматымды айта отырып, мынау залдағы өрімдей жастарымызға алдымызда 18 тамыз күні болатын халық қалаулыларының сайлауы күніне түгелдей келіп, өз жүректеріңізді қалаған қалаулыларыңызға дауыс берулеріңізді сұраймын. Тағы да өнерлі жастарға тағы да рахмет.
жакшы домбура менен өнөр көрсөткөн дәүрен эстелерибизди ортага чакырабыз. Дугу шапыраков.
Бәрекелді көп рахмет қошеметтеріңізге. Енді осында отырған барлық алаштың біртуар азаматтары бар, азаматшыларға баршаңызға өмірге бар жақсылықты, бар сәттілік тұрып, бақытты болуыңызды тілектейміз. Ендеше баршаңызға жақсы бір бақыт туралы өлең шумақтарын арнайы тұр, қабылдаңыздар. Алдарыңызға Ақ Маржан әнімен Дәурен Ташбек. Тасалыңыздар.